Теміртау қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімінің қолдауымен рухани жаңғыру бағдарламасы аясында «Дені сау ұрпақ, дені сау ұлт» атты жоба өз жұмысын бастады. Жоба барысында ата-аналар балалармен бірге жастар спорттық кешенінде жаттығу жұмыстарымен айналыса алады. Бүгінгі таңда 45 отбасы балғындарын жаттықтырып жүр. Оның ішінде 20 отбасы мемлекет қолдауымен тегін сабақ алуда. В рамках общенационального проекта «Рухани жаңғыру» Бүгін рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Теміртау қаласында «Дені сау ұрпақ, дені сау ұлт» атты жоба жұмысын бастады. Халықтың оң пікірін алса, аталмыш жоба еліміздің барлық аймақтарында іске асырылатын болады. Себебі жас бүлдіршіндердің қазіргі денсаулығы ұлт бастамасы. Жоба бірнеше бөлімдерден тұрады. Олар бассейндегі жаттығу, құрғақ жердегі жаттығу, мастер-класстар және көптеген жүлделі жарыстардан тұрады. Басында ата-аналар ақылы түрде балалардың жаттықтыратын болса, қазір мемлекет қолдауымен 20 ата-ана аптасына 3 рет тегін қатыса алады. Бұл жоба Теміртау қаласындағы жастар спорт кешенінде жұмыс жасайды. Және осы жерде түрлі жарыстар өтіп, жүлделер беріліп тұратын болады. Буыны әлі қатпаған жас бүлдіршіндерге ең тиімді су жаттығулары болғандықтан бассейн таңдап алынды. Себебі бүлдіршіндер суда шамадан тыс күш жұмсамайды. Балалар өз аналарымен жаттығады. Олардың қауіпсіздігі біздің үздіксіз бақылауымызда. Дені сау ұрпақ ел болашағының кепілі. Жүзу алаңы балақайларға қуаныш сыйлап, ата-аналарымен бос уақытын тиімді өткізуге септігін тигізеді. Елбасымыздың дәстүрлі жолдауларында бұқаралық спортқа салауатты өмір салтын қалыптастыруға басымдық беріліп келеді. Бұл жобада соның бір жарқын көрінісі. В нашей группе за год порядка. Спорт кешенімізде жылына осындай жаттығулар 1500 ата-ана бүлдіршіндермен қатысуға ұсыныс білдіреді. Бұл бағдарламаға ата-аналар бүлдіршіндермен шынығатын құрғақ жердегі жаттығулар және аква бэйби бағдарламасы кіреді. Сонымен қатар біздің спорт орталығымызда балаларға арналған бэйби-йога спорт түрі бар. Тобымызға 3 айынан бастап 4-5 жасқа дейінгі бүлдіршіндер қатысады. Баланы кішкентай кезінен бастап шынықтырса, ол тез үйреніп, тез суға бейімделіп алады. Сол себепті біз бүлдіршіндерді ерте 3 айынан бастап қабылдаймыз. Мысалға, жаттығу барысында біз балаларға демін ұзақ сақтап тұруға үйретеміз. Ол баланың тыныс алу мүшелерін жақсартып, өсіп жетілуіне көмегін тигізеді. Біздің тобымызға 5 жыл болды. Жыл сайын біз білімімізді жетілдіру үшін түрлі курстарға қатысып тұрамыз. Қазіргі кезде жастар спорт кешеніндегі бассейнге бүлдіршіндермен үздіксіз қатысатын Мария Панина да дәл осы спорт түрін бала денсаулығына пайдалы екендігін алға тартады. Ол қызымен 3 айынан бастап айналысады екен. Осы жаттығулардың арқасында бүлдіршіннің денсаулығы жақсарып, кішкентайынан белсенді бола бастағанын айтады. Вообще у нас предложил папа наш муж. Бұл спорт түрін бізге әкеміз ұсынды. Баланы кішкентай кезінен бастап суыққа бейімді етіп, жүзуді үйрету қажет деп шештік. Басында қызымның өзін ғана жаттықтыратынбыз. 3 айына дейін біз үйде күнделікті баланы бассейнге дайындау жаттығуларын жасадық. 3 айынан бастап осы жастар спорт кешеніндегі бассейнге келіп жаттығамыз. Бұл жерге келгелі мен де қызыммен осы спорт түрімен айналысамын. Қазір қызыма 1 жас 9 ай. Қызымыз өте белсенді. Бұл жерде балалармен жүгіреді, секіреді, шаршамайды. Күнделікті жаттығулардың арқасында тамақтану мен ұйқысы жақсы. Бұл жерге келгелі ананың баламен жаттығуларының арқасында менде 17 келі салмақ тастадым. Сонымен қатар босанудан кейінгі күйзелістен арылдым. Және бір жақсысы, осы ортада өзім сияқты аналармен араласамын. Пайдасы көп болғандықтан біз шынықтыруымызды бүлдіршініміз өскенше үздіксіз жалғастыратын боламыз. Бүгінгі дені сау ұрпақ елдің ертеңгі жалғасы. Ата-аналардың қуанышына айналған жоба жыл соңына дейін жалғасатын болады.